Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін мен сіздермен сочный болып шығатын мантының бір құпиясымен бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік, бірінші қамырынан бастаймыз. Шамамен 200-250 мл суға бір жұмыртқамызды жарып, толтырмай 1 чайный ложкасы тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізге 400-450 грамдай ұн қажет болады. Алдымен осылай вилкамен біріктіріп аламын. Қамырымыз қатты жұмсақ болып қалмасын, қатты да болып қалмасын, сәл қаттылау болу керек. Жайған кезде ыңғайлы болатын. Осылай жақсылап ұюын қандырамыз, қайта илейміз. Қамырымызды бір 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Енді фаршын дайындайық. Бізге ол үшін мен 3 үлкен пияз, 3 кішкентай пияз алдым. Пиязымызды ашып, жақсылап турап аламыз. Сочный мантының құпиясы осы пияздың дұрыс туралуында, дұрыс дайындалуында болып келеді. Пиязды жақсылап майдалап турап аламыз. Туралған пиязымызды бір ыдысқа салып, қолымызбен жақсылап тұрып мұжамыз. Шамамен 3-4 минуттай мұжған кезде пияздың соғы шығады. Пияз сулана бастаған кезде фаршымызды қоса беруге болады. Шамамен 1 чайный ложкадай тұз қосамыз және кішкене бұрыш қосамыз. Пияз бен фаршты жақсылап араластырып, қолымызбен қайта тағы да мұжамыз. Және кішкене су қосып жіберуге де болады. Енді қамырымызға кірісейік. Жақсылап демалған қамырымызды жайып аламыз. Менде осындай үлкен бір зола шықты. Жұқа қылып қамырымызды жайып аламыз да, осылай бөліп, фаршымызды салып, мантымызды түйеміз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Осылай майлап аламыз жақсылап, қамырымыз қалмас үшін. Бетіне де кішкене май жағып шықсаңыздар да болады. Және де сіздермен бір лайфхакпен бөлісе кетейін. Соңында осылай бір пакетті жауып қойсаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ болып шығады, сухой болып қалмайды. Мінекей мантымыз дайын. Мантының подливына кішкене майымызды қыздырып аламыз да, 4 пиязды майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Жарты сәбізімізді теркадан өткізіп, жарты болгарскийді майдалап турап қуырамыз. Әбден қуырылған соң 2 помидорымызды турап қуырып аламыз да, кішкене су қосып, 5-10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей мантымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.